الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін сіздермен Алла нәсіп етсе имам Харис әл-Мухасиби рахимахуллахтың Рисалатул Мустаршидин атты кітабын оқуды ары қарай жалғастырамыз. Бұл кітапты оқуымыздың мақсаты және тыңдаушылардың бұл кітаптан қандай пайда алады деген мәселесіне тоқталып өтейік қысқаша. Бұдан кейінгі қазір айтылатын насихаттар сіздерге түсінікті және амалға асыруға жеңіл болу үшін бұл кітапты оқуымыздағы мақсат бір үкім шығару емес, өзіміздің мұсылмандығымызды, жүріс-тұрысымызды түзету мақсатымыз сол. Сондықтан мына кітапты қазір мағлұмат естіп жатқан кезде осы оймен тыңдап отырыңыздар да, сонда жеңіл болады иншалла. Имам Харис әл-Мухасиби рахимахулла өзінің кітабында былай деп жалғастырады. وَاسْتَعْمِلْ لِلَّهِ عَقْلَكَ بِتَرْكِ التَّدْبِيرِ. Түрлі себептерді тәрк ете отырып, ақылыңды Алла үшін қолдан дейді. Яғни, себептерді алдыға шығарып жеріп, ақылың жетпейтін жерлерге оны қолданба деген сөз. Яғни, тағы да бұлай ашықтайтын болсақ, мұсылман адамға Алла тағала, біз сенімімізде, ақидамызда айтамыз ғой, Алла өзінен басқа барлық нәрсені жаратты. Алладан басқа нәрсенің барлығы жаратылған. Алла жаратушы. Ал енді, демек, біз жаратылған болсақ, біздің іс-әрекеттерімізде, біздің ақылымыздың деңгейі де жаратылған. Біздің ақылымызда мақлұқ, яғни Алла тағаланың жаратқан нәрсесі. Сондықтан да сол ақылың жетпейтін жерлерде оған қазбалап кіре бермей, тәслим жаса дейді. Тәслим дегенде бойсынушылық. Аллах тағалаға бойсыну, яғни өзіңнің әлсіздігіңді мойында. Белгілі бір себептерді көрген кезде, ол себепті ұлықтамай, Алланы ұлықтау деген сөзді. Себеп бар болғаны бізге Алланы таныстырушы, Алланы түсіндіруші нәрселер. Кез келген жаратылған нәрседе Алланы табуға, Алланың жаратушы екендігін білуге себеп барды. Мысалға, біз бір жыртқыш аңды көрсек, арыстанды көрейік та. Арыстанды, мына сөзге мән бересіздер ме сіздер? Біз арыстанды не деп айтамыз? Аң патшасы арыстан деп айтамыз, солай оқыдық қой баяғыдан бері, аң патшасы. Бірақ бүткіл жаратылыстың патшасы деп айтылмайды ғой. Ол тек аңның патшасы, бірақ адамның патшасы емес. Түсіндіңіз ба? Енді қараңыз, біз осы жерден ақылымызды тек қолданамыз, Алланы тану үшін қолданамыз. Яғни, арыстан сондай айбатты. Алла тағала арыстанға сондай бір ерекшелік беріп қойған. Ол ешкіммен төбелеспесе де, ол ешкімге қарсы тұрмаса да, оның даусынан қорқатын қылып қойған. Сол үшін оған ешкім жақындай алмайды. Алланың ұлылығы да, ол бірақ жан-жануарлардың арасында. Адамға ол жүрмейді. Себебі оларда ми бар, ақыл жоқ, адамда ақыл бар. Адамдар Алла тағалаға жауапты, үкімдеріне жауапты. Сол үшін біз сондай бір Алланың мақлұқ болған, яғни жаратылған нәрсесін көрген кезде, біз оған тамсанбауымыз керек те, оның жаратушысына тамсану керек болады. Себебі не үшін? Оны жаратқан Алла. Дәл өзіміз секілді ғой. Абай атамыздың өзінің сөздерінде келеді ғой. Адам өзінің жаратылыс бейнесіне қарап Алланы тану турасында айтады. Біздің мұрнымызды не үшін ауыздың үстіне қойған деп керемет түсіндіреді. Неге мұрның маңдайыңда емес? Себебі Алла тағаланың мейірімі аузыңа келіп жатқан нәрсенің иісін сезсін деп айтқан. Бір хикметтер бар да сол жерде. Ақылыңды қолдансаң осылай көре аласың. Көздің үстіне не үшін қас қойылған? Не үшін қабақ бар? Маңдайдан аққан тер тікелей келіп көзге кірмес үшін. Әрбір нәрсенің астарында біздің ақылымызды ойландыратын болсақ,
Алланың ұлы екендігін табуға себептер бар. Бірақ біздер осы нәрсенің өзін ұлықтамауымыз керек та. Түсінікті болды ма? Мына жерде айтып жатқан сол. Ақылыңды Алла үшін қолданып, себептерді де тек Алланы тану үшін қолдан, бірақ себепті алдыға шығарып жүрме. Вастаин биллахи аля сарфил мақадир. Алланың сенің маңдайыңа жазған тағдыры орын алу барысында Алла тағаладан жәрдем сұра. Алладан жәрдем сұра. Біз не істейміз Алладан әрдайым сұрағанда, я Раббым, бізге хайырлысын нәсіп ет. Бізге жақсысын бер, бізге адалын бер, салихалысын бер деп, әр нәрсенің жақсысын, хайырлысын сұрап отырамыз. Бұлдың астарында не бар? Бұл Алла біздің маңдайымызға жазған нәрсесі бар ғой. Соның ішінен жақсысын сұрау деген нәрсе бар. Алла бізге маңдайымызға жазған нәрсені біз соны жүзеге асыру барысында жақсы түрде жүзеге асыруға Алла тағаладан көмек сұрау деген нәрсе бар. Біздің дұғамыздың астарында осындай жақсы амалдар бар. Қала Али радияллаху анху. Али радияллаху анху айтады: Ябна Адам, ей адам баласы, ла тафрах бил ғина, байлықпен қуанба. Байлықпен қуанба. Вала тақнат бил фақри, кедейлікпен үмітіңді үзбе. Вала тахзан бил бала, басыңа келген бәле, ауыртпашылық, сынақтармен қайғырма дейді. Енді қараңыз, вала тафрах бир раха, Аллахтың басыңа берген кеңшілігі, жеңілдіктерімен қуанба дейді. Алланың басыңа берген қуаныштары болар, саған жеңілдік берген болар, сол нәрсеге қуанба, себебін айтады, қараңыз. Фа инна захаба юджаррабу биннар. Өйткені алтын ол не істейді? Отпен сыналады дейді. Өйткені алтын отпен сыналады. Сыналу деген не деген сөз? Алтынның тазасын алу үшін оны не істейді? Отқа күйдіреді. Али радиаллаху анхудың сөзінің астарын жақсылап оқып алыңыздар. Ол айтады, радиаллаху анху, байлықпен қуанба. Яғни, байлық берілген болса, ол адам ойламау керек, маған Алла болды, бәрін берді деген сөз емес. Түсінікті болды ма? Ол сынақ. Кедейлік берген болса, үмітіңді үзбе. Біліңіз, ол да сынақ. Ол үміт үзетін нәрсе емес. Және басыңа бір қайғы, мұң, бәле келетін болса, оған қайғырып, үмітіңді үзіп, өмірден түңіліп кетпе дейді. Вала тафрах бир раха деген, басыңа бір Алла тағала жеңілдік беріп, ісің бола береді, жаңағыдай қуаныш болады. Ол нәрсемен де мақтанып, қуанып кетпе дейді. Себебі жаңағы айтқанымыздай, алтын отпен тазартылады. Нағыз таза алтынды алу үшін отпен тазартылады. Бұл нәрсені ашықтау барысында біздер Омар радиаллаху анхудың мына бір сөзін айтамыз. Керемет сөз, бізге ұстануымыз керек болған сөз. Нағыз тақуалардың тақуасы ғой бұл кісілер. Мына бір сөзіне қараңыз. Омар радиаллаху анху айтады: Ма убали аля айи халин асбахту. Мен қандай жағдайда таң атыруым маған маңызды емес дейді. Менің басымды ауыртпайды дейді. А'ала ма ухиббу ам а'ла ма акраху. Таң атырған кезде мен ұнататын халде ма, әлде мен ұнатпайтын халде ма, маған маңызды емес дейді. Залика, не үшін бұлай дейтін болса, ли анни ла адрил хайра фима ухиббу ау фима акраху. Өйткені мен өзіме жақсылықтың қай нәрседе екендігін білмеймін ғой дейді. Мен ұнатқан жерде ма, әлде мен ұнатпаған жерде ма, маған жақсылық ненің ішінде екенін мен білмеймін ғой дейді. Түсініп отырсыздар ма? Сонда бұл сөзден біз не ұғамыз? Мұсылман адам, жалпы кез келген адам өзіне ненің хайырлы екендігін білмейді. Түсінікті ма? Себебі Құранда Аллах тағала айтты ғой, сендердің жақсы деп ойлағандарың сендер үшін жаман болуы мүмкін, жаман деп ойлағандарың жақсы болуы мүмкін. Сендер білмейсіңдер, ақиқатын Алла білуші деді. Әлбетте, бұл жерде енді Муътазила ақидадан адасқан топтармен арамызда айырмашылықтар бар. Олар айтады, жоқ, адамның өзі біле береді дейді. Біздер айтамыз, Алла білдіртпейінше адам оны біле алмайды. Бізге не нәрсенің ең жақсы,
ол қалай жасалу керек екенін Аллах тағала бізге көрсетіп, оның шариғат жолымен сызып бермесе, оны біздің өз еркімізбен жасап кетуімізге болмайды. Алла бізге иманның жақсы екенін білдірді, Құранның аятымен айтты, пайғамбар жіберді, бізге түсіндірді. Шариғатпен жүріп, өзінің жолына еріп, пайғамбардың артынан еруді жақсы екендігін түсіндірді. Біз солай амал жасап жатырмыз да. Бұның астарында міне осылай жақсылық шығып жатыр. Сол үшін мысалға біз анау тағдыр мәселесінде бір мысал береміз ғой. Сіз бір істі жасау керек болдыңыз да, бірақ сәті түспей болмай қалды. Сіз ойлайсыз, қап әт деген мынау болғанда ғой, мен қазір мынаны жасап тастайтын едім деп айтамыз да. Бірақ осы жерде біздің қателігіміз бар. Ол қателік не? Біз білмейміз ғой. Бәлкім осы ісіміздің жүзеге аспау болмай қалуында Алла тағала бізге хайыр береке беріп тұрған шығар. Мысалға бір ерлі зайыптылар болады, ұрпақ сүйе алмайды. Перзент Алла тағала нәсіп етпей жүр. Оның Алланың бермегенін ешкім тартып ала алмайды. Алла бермесе, оны бүткіл адамдар жиналып, жындар жиналса да, оны бере алмайды. Алла қашан нәсіп етеді, сол кезде болады. Ал енді мұсылман адам ретінде түсінік бұлай болу керек болады. Бұл бір мысал да, тек қана бұл кісілерге қатысты емес, бір мысал. Егер нәсіп болмаған болса, онда Алла тағалаға дұға қылу керек. Я Раббым, маған өзің хайырлы деп көрген, өзің жақсы деп көрген ұрпақ нәсіп ет деп сұраймыз ғой біз Алладан, не? Демек, ол бүгін ертең болып кетуі шарт емес та. Егер Алла тағала сен сұрадың ба, енді Алла өзі береді ғой саған. Сен күтсейші енді. Өміріңнің соңына дейін Алла тағала сол сұраған хайырлы нәрсеңді беруді нәсіп еткен болса, оны көресіз. Ал егер болмайса, онда ақыретке барғанда осы дұғаңыздың сауабын аласыз. Себебі біз білмедік ненің хайырлы, ненің хайырсыз екендігін. Омар радиаллаху анхудың айтатыны осы. Али радиаллаху анхудың жаңа сөзін көрдіңіз ғой. Себебі алтын ол отпен тазартылады деді. Енді осы жерде ғұламаларымыз мынандай сөз айтады. Алла тағала өзінің құлын кейде қиындықпен сынайды, кейде жеңілдікпен, қуанышпен сынайды. Сонда бұлны арабшада біреуін мехнат дейді, екіншісін минха деп айтады. Мехнат деген адамның басына келген қиындықтар. Оған қайтарым ретінде құлда не болу керек? Сабыр болу керек. Ал минхатун деген нәрсе бар, ол Алла тағаланың берген жеңілдігі, кеңшілігі, байлық, барлығы кіре береді бұның үшін. Бала шағасы көп, дүниесі бар, ешқандай проблемасы жоқ деп ойлайды ғой біреулер. Алла тағала оны солай сынап жатыр да. Бұның қайтарымы ретінде не болады? Шүкіршілік. Екеуі де сынақ. Біздің пендешілік түсінігімізде мынандай нәрсе бар. Анау қазір әлеуметтік желілерден басқа бір жерден көреміз ғой, пәлен жерде бір мұсылмандар зардап шегіп жатыр екен, пәлен жерде мұсылмандарды қинап жатыр екен, басқа қылып жатыр екен деп. Әлбетте оларға беріліп жатырған сынақ сондай да. Ол қалай? Қиындықпен беріліп жатыр. Енді біз өзіміз отырамыз да, біз сыналып жатқан жоқ сияқты болып көрінеміз. Түсінікті болды ма? Біздің сынағымыз қандай болып жатыр? Біздің сынағымыз жеңілдікпен сынақ беріліп жатыр. Ол қиындықпен сынақ беріліп жатқандар қалай қарсы алу керек ол сынақты? Сабырмен. Ал жеңілдік беріп, тыныштық беріліп, бейбітшілік беріліп жатқан, сонымен сыналып жатқандар немен күтіп алу керек? Шүкіршілікпен күтіп алу керек. Ал егер бұлай болмайтын болса, онда ол Алланың берген сынағынан өте алмай, ол фитнаға душар болады. Омар радиаллаху анхудың бір керемет сөзі бар. Сахабалардың жағдайы осындай болған. Булина бид-дарраи фасабарна. Біздер ауыртпашылықпен, қиындықпен сыналған кезімізде сабыр еттік дейді. Алғашқы мұсылмандарды білесіздер ғой, ислам тарихынан. Қандай қорлық көреді олар? Оларды сол араб өлкесінің қызып тұрған құмның үстіне от жағып, шоқ қылып, соның үстіне мұсылман болған құлдарды жатқызады, олардың денесінен аққан майымен сол отты өшірілген болатын да. Бірақ олар өзінің дінінен қайтқан жоқ, сабыр етті да. Сондай сынақты көрді олар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайта келді. Аллахтың елшісі, біз дініміз үшін осылай сұраламыз ба?
дініміз, біз ақиқат жолда жүріп сонда осындай қиындыққа тап боламыз ба дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сабыр етіңдер деп. Себебі сендерге дейінгі қауымдарда өзінің Аллаға иман еткендігін білдірткендігі үшін тізесіне дейін жерге көміліп ортасынан екіге бөлінген адамдар болды деді. Бірақ олар ешқашан діннен қайтқан жоқ деді. Олардың да сынағын айтып жатыр да. Омар радиаллаху анхудың айтқаны осы еді. Біздер қиындықпен сыналғанда оған сабыр еттік та дінімізден қайтпадық. Төтеп бердік. Сабырмен қарсы алып алдық. Екінші сөзін қараңыз. Біздерге ескерту. وَبُلِينَ بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ. Жеңілдікпен сыналған кезімізде сабыр ете алмадық дейді. Жеңілдікпен сыналғанда сабыр ете алмадық. Енді қараңыз, бұл жерден мынадай бір қорытынды шығады. Жаңа Али радиаллаху анхудың сөзі, осы Омар радиаллаху анхудың сөздерінен мынандай бір қорытынды шығады. Мұсылман адамға Алла тағаланың берген ауыртпашылығы негізі мұсылмандық көзқараспен қарасаң сол жақсырақ. Қиындықпен келген сынақ жақсырақ. Себебі ол сені үнемі Алланы есіңе түсіріп тұрады. Сенде тек қана не нәрсе? Сол Алланы ұмытып кетпей есіңе түсіп тұрған кезде сабыр етсең болды. Ал жеңілдікпен келген сынақ Алланы еске түсіріп тұру қиында, ол керісінше Алланы ұмыттырады. Дүниесі көбейген сайын адам Алланы ұмытып кетеді ғой. Адамның атақ абыройы өскен сайын адам Алланы ұмытып кетеді. Түсіндіңіз ба? Ал қиындық келсе не болады? Құдайға шүкір деген сияқты аузынан сөздер шығады. Осылай сабыр етіп төтеп бере алады. Сонда сахабалардың түсінігімен ойласаң, Алланың құлға берген сынағының ішінде ауыры жақсы болып тұр да. Енді қараңыз, қазіргі біздің еліміздегі мұсылмандар мен басқа жердегі мұсылмандарды салыстырып қарайық. Мысалы, Африкадағы деп айтайық, анау тасқа, ағаштарға Құранды жазып алып жаттап жүрген мұсылман бауырларымызды қарайық ал. Солармен сіз өзіңіздің жағдайыңызды салыстырыңыз. Оларды айтамыз ғой, жаңа цивилизация бармаған, олар дамымай қалған, басқа қалған деп. Бірақ мұсылмандық көзқараспен қарасаң, олардың иманға деген, Аллаға деген ықыласы, мына мүмкіндігі бар болған сіздермен бізден қарағанда әлдеқайда басым. Алдымызда міне тұр ғой мына Құрандар. Ішінде ашылмағандары бар әлі мынаның ішінде. Сол күйінше беті ашылмай кәдімгі жаңа иіспен тұрғандар бар. Ал олар Құранды бұндай жоқ та, олар Құранды жазып жаттап жатыр. Оларда астынан жылтып тұратын мешіттер жоқ та. Бірақ олардың дінге деген ықыласы сіздікінен біздікінен әлдеқайда мықтырақ. Түсініп тұрсыздар ғой мысалын, иә? Өздеріңіз бір сәт ойлансаңыз, қандай сынақ Алланы көбірек сізге еске алдыратын осылай да түсінуге болады. Немесе Құранда Алла тағала мысалдар береді ғой. Сондай бір қауымдар болады. Құдай жоқ, Алла жоқ деп Аллаға серік келтіріп жүреді. Бірақ олар сондай бір теңіздің ортасында сыналған кезде олар Раббыларынан көмек сұрайды дейді. Алла тағаладан көмек сұрайды дейді. Қиындық сәтке келген кезде олар біліп тұр да, өздерінің сол мәселенің бәрін шешіп беріп жүрген пұттары, Құдай жоқ деп жүрген адамдар, бәрі өздігінен болып жатыр деп жүргендер, шынайы қиындықпен, өмір мен өлімнің арасына бетпе-бет келген кезде олардың түйсіктері автоматты түрде Құдайды іздеді да. Сосын Аллах тағала олардың да, мейірімді ғой қарасаңызшы Раббымыз, олардың да дұғасын қабыл етіп, сол теңіздің ортасынан аман есен алып шыққаннан кейін, олар қайтадан баяғы күйлеріне басты дейді. Түсініп отырсыздар ғой, біздің жағдайымыз сонда керісінше жаңағы бауырларымыз біздерге жанашу керек сияқты да. Ой, мыналарға Алла тағала бар мүмкіндікті беріпті, байғұстар, бейшаралар, Алла жеңілдік берсін енді, қайтеміз енді деп біздерге жанашса дұрысырақ болады сияқты. Солай ғой расымен, берілген мүмкіндікті дін үшін дұрыс қолдана алмай жатырмыз да. Али радиаллаху анхудың тағы бір мынандай сөзі бар. Мән уссиа алейхи фи дүнияху. Кімге Алла тағала мол дүние берсе дейді. Фәләм я'лам аннаху қад мукира бихи. Алайда сол берілген дүниесі оған сынақ екендігін ол білмесе,
онымен сыналып жатқандығын білмейтін болса, фахуа махдуун ан ақлихи, ол адам өз ақылымен алданған болып есептеледі дейді. Алданған адам ол дейді. Алла сізбен бізге мүмкіншілікті берді, жеңілдікті берді, дүниені берді, мансапты берді. Барлық сіздің иманыңызды арттыруға барлық мүмкіндіктер бар. Енді сіздің біреуіңіз осы нәрсенің Алла сізге берген бір сынақ деп түсінбесеңіз, онда сіз алданған боласыз. Оны түсінудің жолы қандай? Алланың бұл берген маған сынағы деп түсінудің жолы қандай? Әлхамдулилла, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Осындай бейбіт күнде, осындай тыныш күнде аман-есен мешітке келіп, балдарымыз ұстаздан сабақ алып, осылай уағыздардың айтылуы Аллаға шүкір. Бұның осы сынақтың, мысалы осы қазір бейбітшілік, ынтымақ, осы отырысымыз Алланың бізге берген сынағы ғой. Бұның қайтарымы қандай? Жаңа айтқандай, Аллаға шүкіршілік етеміз. Аллаға шүкір. Сонда Алла тағала біздің ниетіміз, ықыласымыз жақсы болса, бұл нәрсе одан сайын арта түседі, күшейе түседі. Ал егер осының астарында, осы жерден шүкіршілікпен емес, басқа адам тәкаппарлыққа еріп кетіп, осы дүниенің артына еріп кететін болса, Алла тағала бұны алады, басымызға қиындық келеді. Қиындық келген кезде сонда мәселе шешіледі. Біздің қазақтың тарихында, мысалда, біздің қазақтың тарихында. Мен кейде дүкендерге барамда, дүкендерге барсаң, нанды коробкаға салып жерге қойып қояды. Байқайсыздар ма соны? Айтқандарыңыз болды ма? Айтпаймыз бірақ, ондайға мән бермейміз. Нанды коробкаға салып жерге қойып қояды. Ал біздің ата-әжелеріміз, біздің үйде, ауылда ондай нәрсені үйреткен жоқ бізге. Нанның ұсағы жатса, оны алып жоғары қой дейді. Біздің жаттап жүргенде өлеңіміз бар емес па? Торғайларға таста деп жүрген. Соның барлығы бізге тәрбие болып, әдеп болып қалыптасып қалғанда, онымен бір ұлықтайтын зат деп жатқан жоқпын. Ол біздің асымыз ол. Оған шүкіршілік көрсетуің керек. Оны аяқ асты қылмау керек. Құрмет көрсету керек оған. Адам қалай құрметтелінсе, адамға берілетін нәрсе дәл солай құрметтеліну керек. Адамға байланыстырылған нәрсенің барлығы. Біз не үшін малды теппейміз? Неге малды теппейміз? Жануарды неге теппейміз? Себебі оны жейміз ғой. Алланың бізге адал берген ас емес пе? Оны бисмилласын айтып бауыздап жемейміз ба? Өз асыңды өзің тебуге болмайды да. Енді қараңызшы, сол заттың барлығын бізге қиын қыстау кезінде, ашаршылықты көргендер, сол кезіндегі жаңағы дін жоқ, Құдай жоқ деп сондай бір пікірлер қалыптасқан кезде дінін ұстанып жүрген адамдар бізге соны жеткізді. Олар бұл нәрселерге қатты мән берді. Олар сабыр етті, дұға қылды. Сабырдың, дұғаның астарынан міне біздерге мүмкіндік берілді. Түсіндіңіз ба? Біздерге осындай мүмкіншілік беріліп тұр. Енді бізге не істеу керек болады? Сабақ алу керек тек сол жерден. Не істейміз? Дәл сол ата-бабамыздың жасап кеткендей, осы Құдайдың бергеніне шүкіршілік етіп, Аллаға қарсы келіп қоймау керек. Керегінше жасау керек, сонда бізден кейінгілерге де сондай нәрсе, бұдан да жақсы нәсіп болады. Ал егер біз айтамыз ғой, болашақ жастардың қолында, ертең бала-шағамыз не болады, басқа болады деп. Бала-шағаңның дүниесін ойласаң, олардың болашағын ойласаң, Құдайға құлшылық қылу керек. Одан басқа жол жоқ. Ал егер Құдайға қарсы шығып жүріп, бала-шағама дүние тауып кетем, дүние тастап кетем дейтін болсаң, онда ол бала-шағаңа ертең біздің ата-бабамыз көріп кеткендей сынақ тастап кетесің да. Оларға қатты ашаршылық келуі мүмкін, оларға қатты сынақ келуі мүмкін, дінімен сыналады. Сол кезде Аллах тағала шынайыларды ішінен теріп алады да, қалғандары мұнафиқ болып қала қояды. Міне, баяғы 2000 жылға дейінгі өткенде бір үлкен бір ұстаз имамымыз айтып еді, 2000 жылға дейінгі намаз оқитын мұсылмандарды көрсе, бір жерде өсек жаман өтірік әңгімелер айтылып жатса, пәленше келе жатыр деп, сол келе жатқан кезден бастап өсектердің сөздерін тоқтататын еді дейді. Темекі шегіп тұрса, темекісін тығып тастайтын еді. Оның алдында ондай нәрсе жүрмейтін еді. Себебі ол білет, оның намаз оқитын ол сондай адам екендігін. Сондай ет дейді 2000 жылға дейін да. Одан бері қарай біздер жүрміз сол жерде қазір. Қазір біздер барып соның арасында
өзім шекпесем болды деп, сол шеккендермен, ішкендермен арасында отырып әңгіме айта береміз. Сапаны көрдіңіз ба, қай жерге дейін түсіп кеткенін? Демек, біз 20 жылға кешігіп қалғанбыз. 20 жылға кешігіп қалғанбыз. Енді тек қана шүкір ету керек, Алла қарай жақындай беру керек. Мүмкін түзелер. Алланың қалауында ғой, біз енді өзіміздің қолымыздан әрекет жібере болмайды да. Ва иннал абда салиха южаррабу бил балаи. Али радиаллаху анхудың сөзінің соңғы жағында мына нәрсе айтылады. Ақиқатында салихалы құл ол қиындықпен сыналады дейді. Салихалы құл, шынайы құл қиындықпен сыналады. Құранда Аллах Тағала айтты ғой: "Ва наблукум бишарри вал хайри фитнатан ва илайна туржаун." Біз сендерді бишарри қиындықпен вал хайри жақсылықпен де сынаймыз дейді. Фитнатан дегенде сынақ ретінде. Жақсылықты да, жамандықты да, қайғыны да, қуанышты да сынақ қылып береміз деп тұр. Ва илайна туржаун, сендер бізге қайтарыласыңдар дейді. Қайтар жерлерің біз дейді. Сол үшін біздер айтамыз, бұл дүние сынақ алаңы болғаннан кейін демалыс жоқ. Демалып жатырмын деп ойласаң да, ол Алланың берген сынақ. Мұсылман адам қалай демалады? Алланы зікір ете отырып демалады. Демалма демеймін, жұмыстан шаршадың, демалдың ғой. Бірақ жаңағыдай бір анау российский сериалдардың бәрін толтырып тастап, терезені газетпен жауып тастап демал деген сөз емес та ол. Алланы зікір ете отырып, Алланы еске алып, Алланы есіңнен шығармай демалуға болады да. Мұсылманның демалысы осындай болады. Ана демалыстар ол баяғы қалған демалыстар олар. Карта ойнап деген сияқты. Ондай нәрселер болмайды, рұқсат емес ол. Дана ғұламаларымыздан қалған мынандай сөз бар: "Дауамул хал минал мухал" дейді. Бір жағдайдың үнемі жалғасымды бола беруі мүмкін емес дейді. Дауамул хал, бір халдің үнемі болуы мүмкін емес. Бұл Аллах Тағаланың сызып қойған шеңбері. Суннатуллах деп айтады бұны. Суннатуллах. Бұны сен қалама, солай болады. Осы уақытқа дейін, әрқайсыңыз әртүрлі жастасыздар ғой қазір. Осы уақытқа дейін бір өзіңіздің өткен өміріңізді бір көзден өткізіп қараңыз да, сіз бір халде өмір сүріп келдіңіз бе осы уақытқа дейін? Олай емес. Бірде қуаныш өтті басыңыздан, бірде жеңілдік өтті. Біздің қазақтың айтатын сөзі бар ғой: қыстан кейін жаз келгендей, әрбір қиындықтан кейін жеңілдік келеді дейді. Бұл да Алла Тағаланың әрбір нәрсеге бізге ақылыңды бүйтіп қоссаң, ақылың жететіндей жерде оны көруге болады. Бірақ жетпейтін жерде қоса бермеңіздер ақылды. Иннака ла таналу ма туриду илля би тарки ма таштахи. Имам Харис аль-Мухасиби рахимахулла айтады: ақиқатында сен өзіңнің қалаған нәрсеңе тек шахуатыңның қалауынан бас тарту арқылы ғана жетесің. Шахуатыңның қалауынан, яғни шахуат нәпсі қалау, қарынның қалауы бар, жыныстық жолдардың қалауы бар. Міне сол нәрселерді бас тартумен ғана өз қалауыңа жетесің дейді. Бұл жерде адам пендешілікпен ойлайтын болса, қарын тойғызу үшін ол тек қана дүнияуи мәселемен ойласа жетеді соған. Алла Тағала оның ниетіне қарай береді. Бұл жерде айтып тұрған не? Мұсылманға айтып жатыр: сенің қалауың жәннат болса, Алланың разылығы болса, сен нәпсіңнің қалауынан бас тарту арқылы ғана жетесің. Басқа мүмкіндік жоқ. Валан таблуга ма туаммалу илля бис-сабри ала ма такраху. Мақсатыңа дейді, алдыңа қойған мақсатыңа, саған қиын болған нәрселерге сабыр ету арқылы жетесің. Мақсатыңа, саған қиын болған нәрселерге сабыр етесің. Уабзул жухдака ли риаяти мафтурида алейк. Бар ынта жігеріңді, күшіңді Алланың саған парыз еткен нәрсесін сақтап қалуға, соны жасауға жұмса дейді. Барлық күш жігеріңді соған жұмса. Ақылыңды, ғылымыңды, барлық Алланың берген саған мүмкіндіктерін, нығметтерінің барлығын Алла Тағаланың саған берген парыздарын өтеуге соған қолдан дейді. Сонда ғана оның иншалла пайдасы тиеді. Абу Умама радиаллаху анху жеткізген хадиста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Инна Аллаха ла южаррибу ахадакум бил балаи ва хуа а'ламу бихи." Ақиқатында Аллах Тағала сіздердің біреуіңізді қиындықпен сынайды. Алла оны біледі, жақсырақ біледі. Кама южаррибу ахадукум захабаху биннар. Сіздердің біреуіңіз өз алтынын отқа қыздырып тазалаған секілді.
Алланың сол қиындықпен сынағандар құлдарының арасында отқа күйдірілген кезде тап-таза болып, мусорлардың барлығы түсіп, жалтырап шығатын, алтын секілді шығатын құлдар болады дейді. Аллахтың өз пендесіне берген қиындықтарының, басына берген бәле, қайғы, мұң, ауыртпашылықтарының ішінен сыналып, тап-таза алтын секілді таза мұсылман шығатындар бар дейді. Міне бұл құл Алла тағаланың оны жаманшылықтан қорғап қойған адамы дейді. Тек Алла тағала оны тазалағысы келді. Алланың осындай сыналған құлдарының арасында жаңағы таза болып шыққан алтыннан бір саты төмен тұратын кішкене тазалау, бірақ сәл де болса мусыры бар алтын секілді сондай да бір құлдар сыналып шығады дейді. Бұлар кімдер десе, Алланың берген сынағында күмәнмен шыққан адамдар. Бірақ сынақтан аман есен шығады, бірақ күмәнмен шығады. Яқинмен емес, күмәнмен. Бұл адам тап-таза мұсылман болмаса да жартылай болады. Алланың берген сыналған құлдарының ішінде қара алтын секілді болып шығатындар болады дейді. Алтынды отқа күйдірген кезде, ол егер отқа қыздырғанда тазармайтын болса, қап-қара болып шығады дейді. Дәл сол секілді Аллах тағала бір құлдарына қиындықпен сыналған кезде, оның ішінен тап-таза болып күнәсі кешіріліп шығатындар болады, бірақ қап-қара болып шығатындар болады дейді. Олар кімдір? Бұл сол сынақтан шыға алмай фитнаға душар болғандар дейді. Алла баршамызды ондайдан сақтасын. Бұл деген не деген сөз? Жаңа жоғарыда айтқанымыздай, Аллахтың оған берген сынағына ол немен? Сабырмен шыға алмағандар деген сөз. Ауыртпашылық келгенде сабыр ету керек, жеңілдік келгенде шүкір ету керек. Ғұламаларымыз сол үшін айтады. Алланың саған қиындық берген бәлесі, басыңа келген бәле, қиындық, оны сен бір қонақ деп есепте дейді. Ол қонаққа жайылатын дастарханың сабыр деген дастархан болсын дейді. Алланың саған берген молшылығы, жеңілдігі, ол сенің екінші бір қонағың деп есепте дейді. Оған сен шүкір деген дастарханның жайып қарсы аласың дейді. Сосын ғұламалар айтады, келе жатқан қонағыңның дастарханын шатастырып алма дейді. Оған не жаятыныңа дұрыстап қара дейді. Қиындық келе жатса сабырыңмен күтіп ал, жеңілдік келсе шүкіріңмен күтіп ал дейді. Абдул-Қадир Джейлани рахимахулла мынандай бір сөзі бар. Әл-мусибату ма жаат ли тухликака. Басыңа келген мусибат, бәле, қиындық, ауыртпашылық сені құрдымға кетіру үшін келген жоқ дейді. Басымызға келген қиындық. Иннама жаат ли тамтахина сабрака ва иманака. Басыңа келген қиындық бар болғаны сенің сабырыңды және иманыңды сынау үшін келді дейді. Сабырың мен иманыңды. Фал мусибату кирул абди. Мұсылман құлдың басына келген қиындықтар ол пеш секілді дейді. Пеш бар ғой кәдімгі, қызып тұратын оты бар, анау зергерлердің жағып қоятын, ішіне көмір жағып қоятын, қызып тұратын, соны айтады. Фа имма ан яхруджа захабан ау хабасан. Бәлкім сол мұсылман құлдың басына келген қиындығынан мұсылман адам не таза алтын болып шығады, немесе қоқыс болып шығады дейді. Сабыр етсе алтын болады, сабыр ете алмаса қоқыс болып шығады. Лас кір болып шығады дейді. Сондықтан қорыта келе ғұламалардың мына бір сөзін айтып өтейік. Алла тағала өзінің бір мұсылман, иманы болу керек, бірақ имансыз емес, иманы болу керек. Иманы бар бір мұсылманды басына ауыртпашылық бере берсе, ол қиын нәрселермен сынала берсе, онда ол білсін, Алла тағала оның жәннаттағы дәрежесін одан сайын көтеріп, оны тазалап, оның дәрежесін жоғарылатқысы келіп жатыр дейді. Ол осыны есіне алсын да сабыр етсін дейді. Басына келген қиындыққа Алладан жеңілдік сұрап, сабырына төтеп берсін, сонда Алла оның дәрежесін көтереді дейді. Бүгін осы жерден тоқтайық. Аллах тағала баршамызға тауфиқ берсін. Алла біздерді адастырмасын.